Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып 20-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы дауыссыз П мен П. Бүгінгі сабақта П мен Б әріптерінің емлесін сақтап жазуды үйренетін боламыз және нұсқаулықты қарастырамыз. 18-ші жаттығу. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. 18-ші жаттығу: мәтінді мәнерлеп оқы. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем саған қандай кітаптар ұнайды деп сұрады. Маған шытырман оқиғалар кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай, уақытында өткіз, деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Мәтін балдырған журналынан. Енді осы мәтін бойынша тапсырманы орындайық. Мәтін не туралы және кітапты күтіп ұстауға арналған нұсқаулық құрастыруымыз керек. Бұл жерде мәтін кітапханадан кітап алу туралы, ал кітапты күтіп ұстауға арналған нұсқаулық. Енді өз ойымызбен жазып көрейік. Ең бірінші, кітаптың беттерін жыртпа, шимайлама және бүктеме. Екінші, кітапты тек қана таза қолмен ұста. Үшінші, кітапты су, тамақ, шай және тағы да басқа заттардан алыс ұста. Төртінші, кітапты біреуден алған соң уақытында қайтар. Келесі 19-ші жаттығу. Екі бағанадағы сөздерді жұптастырып жаз. Шап, шабу, жап, жабу, теп, тебу, сеп, себу, тап, табу. Тура осылай дәптерге көшіреміз. Келесі 20-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суретке қара дейді. Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр, дәптерге жаз дейді. Бұл жерде плакатта балда сөздерді ұстап тұр. Осы сөздерді біз құрастыруымыз керек. Жақыпты, яғни мысалы бізге сұрақ берілген ғой, сол сұрақ бойынша соның үстіне сөзді қоямыз. Кімді? Бұл зат есімі. Кімді, яғни Жақыпты немен дейді? Туған күнімен қалай шын жүректен құттықтаймыз дейді. Келесі бізде 21-ші жаттығу. Сөйлемдерді мағыналық байланысқа қарай сәйкестендіріп жаз дейді. Екі бағана берілген. Бірінші бағанада дәнді, шөпті, есікті, топты сөздері берілген, ал екінші бағанада тебу керек, жабу керек, себу керек, шабу керек сөздері берілген. Енді осыларды алып, біз мағыналық байланысқа қарай сәйкестендіреміз. Бірінші, дәнді себу керек, екінші, шөпті шабу керек, үшінші, есікті жабу керек, төртінші, топты тебу керек. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.